Барлығыңызға сәлем. Бүгін сіздермен топленое масло киді қалай дайындайтынын көрсететін боламын. Масло ки туралы білгіңіз келсе, оның адам организміне пайдасы жайлы білгіңіз келсе, Google'дан қарап оқысаңыздар болады. Бұл майды негізінде шемішке майдың орнына тамақ қуыруға қолданады. Шемішке май адам организміне негізінен зиянды болып келеді. Сол үшін мен біраздан бері осы майды қолданып келемін. Мендегі қолдың сары майы 1 килограмм. Сол 1 килограмм майдан еріткеннен кейін шамамен 900 граммдай май шығады. Тек қолдың майы емес, 82%-тен асатын кез келген жақсы құрамды майды алып ерітсеңіздер болады. Осылай көбіктап майды турағаннан кейін отқа қоямыз, баяу отқа. Май әбден ерігеннен кейін бетіне осылай ақ көбік шығады. Ақ көбікті міндетті түрде алып тастаймыз. Ол дегеніміз майдың құрамындағы зиянды заттардың барлығы осылай көбік болып бетіне шығады. Және де тағы да баяу отта шамамен 1 сағаттай қайнатамыз майымызды. Бір сағат өткеннен кейін майымыздың түсі осындай қоңыр болу керек. Шыққан көбікті тағы да алып тастаймыз. Және де майды суытып, міндетті түрде шыны ыдысқа құямыз. Ыдыстың түбіндегі қара тұнба ол осы майдан бөлінетін зиянды заттар. Майды сүзіп алғаннан кейін бөлме температурасында суытып, одан кейін холодильникте сақтай берсеңіздер болады, және 1-2 қасықтап тамақ қуыруға қоссаңыздар болады. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Видео пайдалы болды деген ойдамын. Каналға подписка жасауды ұмытпаңыздар.